Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сыйластық бастаулары. Жазып отырамыз, дәптерге түртіп. Сыйластық бастаулары. Дәйек сөз. Дәйек сөз. Сыйласаң, сыйсынды боларсың. Сыйласаң, сыйсынды боларсың. Сыйласаң, сыйсынды боларсың. Енді бұл дәйек сөздің мағынасын түсініп алайықшы балалар. Сыйласаң, сыйымды боларсың деген қандай мағынада айтып тұр? Сыйласаң, сыйсынды боларсың. Орнымыздан тұрып береміз. Бір адамды сыйлап тұрсаң, ол сені де сыйлап тұрады. Сыйластық танытсаң, саған да сыйластық танытады. Жақсы. Кішкене бет-беттеріңізді төмен түсірейік, сөзіміз анық болу үшін. Тағы да қосып айтарларыңыз бар ма? Сыйласаң, сыйсынды боларсың. Тағы да. Кім айтады тағы да? Яғни, сыйласаң, сыйсынды боларсың десек, біз қазақ халқы өте сөздің мағынасына мән беретін халықпыз. Бізде жақсы бір мақал мәтелдер бар, сый құрметке байланысты. Үлкенге құрмет, кішіге ізет. Яғни, үлкенге де кішіге де не көрсетуіміз керек екен? Сыйластық көрсетуіміз қажет екен. Жақсы. Келесі, бізге берілген тапсырма Зейнеп Ахметованың сөз анасы сәлем деген әңгімесінен үзінді берілген. Соны 5-7 минут қайталап алайық, сосын оны ары қарай аламыз, талқылаймыз. Тапсырмаға дайын болса, кім дайын тапсырма? Тапсырма сұрақтары дайын тұр алдымызда. Сөздің басы неліктен сәлемдесуден басталу керек. Себебі сәлемдесу барлық сыйластықпен байланысты. Адамды бірінші көрген кезде амандасып, оның аман саулығын біліп барып әңгіме айтып келеді. Жақсы, өте тамаша. Тағы да. Шүйіркелесі деген сөздерді қалай түсінесіңдер? Шүйіркелесі дегеніміз жақын адамымызбен немесе құрбымызбен әңгіме еткен құрбы. Жақсы, тағы да. Қазақ халқының дархан ниетінен қандай қасиеттерді байқауға болады? Қазақ халқы өте мейірбан, сыйластық таныта біледі. Келген қонақты жақсылап күтіп, оны шығарып салады. Өте бауырлы болып келеді. Өте тамаша. Жақсы. Енді сіздердің Зейнеп Ахметованың сөз анасы сәлемінен қандай үзінді оқытыңыздар? Алып қосарларыңыз бар ма кішкене? Қандай ой түйттіңіздер? Ал енді үзіндіні оқып болса, қандай өздеріңіздің ой пікірлеріңіз бар қосатын? Кім айтады? Сәлемнің ең үлкен жолы бұл шаңырақ сәлемі. Кісі үйге келген кезде алдымен адам сәлемдесуі керек. Өте тамаша. Тағы да? Қай кезде болсын сәлемдесу өте жақсы. Сәлемдесу дегеніміз кісіге сәлемдессең, ол сол кісіні сыйлаған және өзіңді сыйлаған болып білінеді. Өте тамаша. Яғни бүгінгі сабақ
түсінікті деп ойлаймын. Яғни біздің дәйек сөзіміздің өзі қандай еді? Сыйласаң сыйымды боласың. Жақсы. Келесі 4-ші тапсырма. 60-шы бет. Айдабол шешенің төмендегі өлеңін талдап, сыйластық белгілерін дәптерге жазыңдар дейді. Дәптерге жазайық. Бұл жерде қандай 4-ші тапсырмада балалар, яғни бұл жерде берілген мәтінде тапсырмада 3 кезеңнен тұрады екен. Сол кезеңді талдап айтып берсек болды. Бірінші кезеңіміз не, екінші кезеңіміз не, үшінші кезеңіміз не. Оған нелер жатады? Айтайық. Бірінші сырттан келген қонаққа амандасу ол бірінші құрмет, екінші амандасу оны төрге шығарған екінші құрмет, үшінші құрмет ол әдемілеп жайғастырып тамағын берген, сол үшінші құрмет. Өте жақсы, түсінікті. Отырамыз. Балалар, енді 5-ші тапсырма. 5-ші тапсырма жазамыз. Сәлемдесудің түрлерін, жағдаяттарын ойластырып, оны айтып беріңдер дейді. Сәлемдесудің қанша түрлері, оны жазудың қажет жоқ, ойымызға шамалы уақыт ойымызды жинақтап айта береміз. Сәлемдесудің түрлерін біздің Қазақстанда қанша тілді ұлт мемлекеттер тұрады, қанша тілді? Қазақ, орыс, ағылшын, түрік, тілдес халықтар тұрады. Сол тілде амандасу білеміз бе? Сол туралы айтсақ жақсы болар еді. Түсірейікші кішке бетпердемізді. Бірінші қазақ тілінде сәлеметсіз бе, сәлем, қалайсың? Жақсы, тағы да. Ер азаматтар ше? Қазақ тілінде ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум қандай мағынада білдіреді ол? Не көрсетіңізші көрініс ретінде? Қасыңыздағы ер баланы шақырыңыз. Досыңызды. Досыңызды. Яғни бұның мағынасын айтып бере аласыздар ма? Аман сау. Сіз яғни амансыз ба деп отырсыз, сіз яғни есенсіз бе, есенбіз, үшкірміз деген мағынаны білдіреді екен. Жақсы. Ағылшын тілінде hello, hi, good morning. Яғни ағылшын тілінде good morning, hi, сосын hello. Жақсы, өте тамаша. Ал түрік тілдерін білеміз ба? Тағы да. Қыздар, білеміз ба? Порша, привет, здравствуй. Жақсы. Келесі тапсырмаға көшейік, 6-шы тапсырмаға. Ұлы адамдардың ой тұжырымдарындағы негізгі ойды тауып, талдандар. Бірінші неде бастайық? Ғабит Мұстафин оқимыз қанатты сөздерін. Оқып кете беріңіздер шақырайық.
Ақерке? Қазақ дәстүрі тек ата-ананы ғана емес, жалпы адамды сыйлауға баулиды. Жақсы. Келесі, Бегалин, Белинский, кешіріңіздер. Ата-аналар балаларына сыйлы болуға тиіс, бірақ сый-сияпат сүйіспеншіліктен туындауы қажет. Өте тамаша. Келесі. Бала адаммен араласпайынша өмір сүре алмайды. Өзінің бар жүрек жылуын басқа адамға беруі ұжданы талап етеді. Келесі, Чехов. Өзіңді қарапайым жылы лебізіңмен сыйлата білмесең, құр қаталдықтан түк те шықпайды. Жақсы балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қандай еді? Сыйластық байлау бастаулары тұғын. Яғни адамға не көрсетуіміз керек екен? Сыйластық. Үлкенге құрмет, кішіге ізет. Бұл біздің ата-анамыздан берілетін қасиеттер екен. Міне, біз бағанадан бері сәлемдесудің түр-түрін айтып жатырмыз, Яғни адамның бойында жақсы қасиеттер болу керек. Үлкенге құрмет көрсету, кішіге ізет көрсету. Бұның барлығы біздің бойымызда бар қасиеттер бар деп ойлаймын. Келесі тапсырма сіздерге 57-ші беттегі мәтінді оқып, әже мен немере арасындағы сыйластық туралы есте жазыңыздар дейді. Түсінікті ма? Яғни кім туралы екен? Ата мен әже мен немере арасындағы сыйластық туралы есте жазып келеді екенбіз. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыз.